Сіз өз әйеліңізді танитыныңызға сенімдісіз бе? Вьетнамда мыңдаған әйелдер құпия шоттары, шетелдіктер мен романдары және артықшылықтары бар достықтары арқылы қос өмір сүреді. Олардың мұны күйеулеріне білдірмей жылдар бойы қалай жасайтынын білгіңіз келе ме? Бұл 15 дерек сізді таңғалдырады. Сіз Вьетнам әйелінің мейірімді күлкісінің артында не жатқаны туралы ойланып көрдіңіз бе? Мүмкін, сыртқы момындық пен бағыныштылықтың артында нәзік ойындар, құпиялар және тіпті интригалар жасырылған болар. Бұл материалда сіз Вьетнам әйелдерінің әдеттері, қарым-қатынасқа деген көзқарастары және өмірінің жасырын жақтары туралы білетін боласыз. Сіздің Вьетнам туралы түсінігіңізді мәңгіге өзгертетін оқиғалар күтіп тұр. Вьетнам мәдениеті отбасылық құндылықтарды терең құрметтесе де, бұл қарым-қатынастағы айлакерлік элементтерін жоққа шығармайды. Ханой және Хошимин сияқты мегаполистерде әйелдер жиі құпия өмір сүреді, өздерінің романдары немесе тіпті табыстарын ерлерінен жасырады. Ұсақ, түйектегі өтірік әдеттегі іс, әсіресе егер ол қоғам алдында беделін сақтауға көмектессе. Вьетнамдық әйелдер некеге махаббат одағы ретінде емес, әлеуметтік тұрақтылықты алудың жолы ретінде қарайды. Әсіресе ауылдарда әйелдер күйеулерінің опасыздығына көндігеді, бірақ қалаларда бәрі өзгереді. Енді кейбір әйелдер күйеулеріне дәл осы әдіспен кек қайтарып, басқа біреумен қарым-қатынасқа түседі. Құпия түрде қазіргі Вьетнам әйелдері жиі ерлерден көбірек табыс табады. Сонымен қатар, ауқатты әйелдердің шамамен 30%-ның жасырын банк шоттары бар. Бұл қаражат туыстарына көмектесуге де, жеке қажеттіліктерге, соның ішінде құпия ғашықтарына сыйлықтарға да жұмсалады. Күлкі мен сыпайылық кәсіби қасиеттер, бірақ олар әйел тартымдылығының қуатты құралына да айналады. Офистерде, банктерде және мейрамханаларда вьетнамдық әйелдер назар аудару, артықшылықтар алу немесе тіпті қызмет бойынша жоғарылау үшін флиртті қолдануы мүмкін. Вьетнамдық әйелдер сыртқы келбетіне мұқият қарайды және оны ықпал ету құралы ретінде пайдаланады. Макияж, шаш үлгісі бәрі жай ғана әшекей емес, қажетті әсер қалдыру құралы. Көптеген әйелдер ерлердің қызығушылығын және сүйіспеншілігін тудыру үшін әдейі қарапайымдылықты асыра көрсетеді. Қалаларда тұратын әйелдер жиі қос өмір сүреді. Күндіз олар үлгілі әйелдер мен аналар, ал кешке құпия қарым-қатынастары бар ғашықтар, құрбылар немесе бизнес әйелдер. Олар сенімді сылтаулар тауып, тіпті тұтас романдарды жылдар бойы жасыра алады. Қоғам әйелден мінсіз болуды талап етеді. Бұл кейде ішкі қайшылықтарға әкеледі. Мұндай жағдайларда эмоционалды қанағаттанбау бұрынғы серіктестермен құпия хат хабарларға немесе өткінші романдарға әкелуі мүмкін. Вьетнамда бантрайцолой сөзбе сөз артықшылықтары бар, дос деп аталатын қарым-қатынастың жарияланбаған түрі бар. Бұл ер мен әйел арасындағы жақын немесе эмоционалды түрде боялған элементтерді қамтитын, бірақ ресми опасыздық ретінде танылмайтын достық. Көбінесе мұндай қарым-қатынастар бұрынғы серіктестер немесе әріптестер арасында, олардың арасында сенім мен тартылыс сақталған кезде пайда болады. Әйелдер мұндай байланысты шиеленісті жеңілдетуге, өзіне қайта оралуға және негізгі некені бұзбауға көмектеседі деп ақтайды. Олар осылайша өмірлерін теңестіреді. Жұбайлық өмірде жетіспейтін романтиканы немесе қолдауды алады деп санайды. Мұндай қарым-қатынастар консервативті көзқарастардан еркінірек және қоғамдық пікірге аз тәуелді қалаларда жиі кездеседі. Ауылдық Вьетнам тұрғындары дәстүрлі түрде төзімділік, адалдық және күйеуге бағыну рухында тәрбиеленген. Олар қиындықтарға төтеп беруге және опасыздық жағдайында да отбасын сақтауға бейім. Алайда, бұл олардың енжар екенін білдірмейді. Егер провинция әйелі өзін бағаланбаған немесе жалғыз сезінсе, ол жергілікті ортада көршісімен, танысымен, мұғаліммен, базардағы сатушымен жұбаныш таба алады. Бұл қарым-қатынастар мұқият жасырылады, өйткені ауылдық қоғамда бедел барлығы. Сондай-ақ, мұндай әйелдер үшін басқа ер адаммен жақындық құмарлықтан гөрі, өзінің құндылығын сезіну, тыңдалу және түсінілу тәсілі болуы мүмкін екенін түсіну маңызды. Вьетнамда шетелдіктермен романтикалық қарым-қатынастар сирек кездесетін құбылыс емес. Кейбір әйелдер үшін бұл эмоцияларды ғана емес, сонымен қатар қаржылық немесе әлеуметтік пайданы да алу мүмкіндігі. Романдар көбінесе жағажайда, туристік кафеде немесе қонақ үйде флирттен басталады. Вьетнамға демалуға немесе жұмысқа келген ер адамдар өздерінің сүйіктісінің үйленгенін тіпті де күдіктенбеуі мүмкін. Вьетнамдық әйелдер отбасылық жағдайы туралы фактілерді жасырып,
қос өмірді шебер құрады. Алынған сыйлықтар, ақша немесе тіпті эмиграцияға көмек, мұның бәрі романтикалық тәжірибеге қосымша бонус ретінде қарастырылады. Мұндай байланыстар шетелдік үйіне оралған кезде жиі аяқталады, бірақ кейбіреулері шынайы, бірақ күрделі қарым-қатынасқа ұласады. Қалалық орта, әсіресе Ханой немесе Хошимин сияқты мегаполистерде, әйелдерге жоғары деңгейдегі жеке бостандықты береді. Олар өз бетінше қозғала алады, уақыттарын басқара алады, тәуелсіз табысқа ие бола алады. Бұл тәуелсіздік құпия қарым-қатынастарды бастау оңай болатын жағдайлар жасайды. Іс-сапарлар, артық жұмыстар, қыздар кештері, ыңғайлы жасырын орындар. Офистерде немесе қызмет көрсету саласында жұмыс істейтін әйелдер басқа ер адамдармен кездесу үшін іскерлік белсенділікті жиі сылтау етеді. Қаладағы өмір ауылдардағыдай отбасы немесе көршілер тарапынан бақылауға аз ұшырауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, табысқа жету, жалғыздық және романтикалық күтулердің қысымы көптеген әйелдерді эмоционалды түрде осал етеді. Вьетнамдағы ер адам дәстүрлі түрде асыраушы, тірек және қамқор серіктес болуы керек. Егер бұл күтулер ақталмаса, әйел некеде жетіспейтін нәрсені, назарды, мейірімділікті, эмоционалды қолдауды басқа жақтан іздей бастауы мүмкін. Әйелдер опасыздығының ең жиі себептерінің бірі күйеуі тарапынан немқұрайлылық. Жұмыс жүктемесі, тұрмыстық шаршау және диалогтың болмауы әйелдің өзін көрінбейтін сезінуіне әкеледі. Кейбір әйелдер зиянсыз хат, хабарлардан бастайды, содан кейін жай ғана кофе ішуге кездеседі, ал кейінірек басқа ер адаммен толыққанды қарым-қатынаста болады. Мұның бәрі тыныш және жоғары дәрежеде бүркемеленіп өтеді, әсіресе бедел мен отбасы қауіп төнгенде. Вьетнамда сыртқы келбет мәдениеті жай ғана эстетика емес, бұл әлеуметтік капитал. Күтімді, ұқыпты және сәнді көрінетін әйел табысты және құрметке лайықты ретінде қабылданады. Көптеген әйелдер басқа ер адамдардың, соның ішінде неке шеңберінде де, қатысуымен өз сұлулығын әдейі көрсететіні қызық. Сыртқы келбет назарды басқару, жұбайында қызғаныш тудыру немесе тіпті қарым-қатынаста үстемдік ету құралына айналады. Кейбіреулер үшін бұл қорғаныс түрі. Күтімді көрініс ішкі ауырсынуды, шаршауды немесе жалғыздықты жасырады. Маңызды және жиі байқалмайтын аспект, бұл басқа әйелдер тарапынан үнсіз қолдау. Вьетнамда жанжалды сыртқа шығару қабылданбаған. Егер әйел құрбысының опасыздығы туралы білсе, ол оны айыптағаннан гөрі, оны жасырады. Оның үстіне, кездесулерді ұйымдастыруға, кеңес беруге және тіпті қос өмірдің іздерін жасыруға қалай болатынын айтуға көмектесетін жарияланбаған әйелдер желісі бар. Бұл цинизмнің емес, патриархалдық қоғамда ғасырлар бойы дамыған өмір сүру механизмінің көрінісі. Жол қозғалысы тірі крест. Вьетнам мотоциклдер елі. Бағдаршам тоқта дейді, бірақ жүргізушілердің көбі ойлан деп түсінеді. Кішені кесіп өту шеберлік. Олар сізді айналып өтеді, бірақ сенімді жүру керек. Асхана дәмді, бірақ күтпеген жағдайлар бар. Бан ми, спринг ролл керемет. Бірақ кей базарлардағы гигиена біз үйренгендей емес. Сол үшін жергілікті танымал кафелерді таңдаған жақсы.